туған жер дейтін енді адамның жүрегінің төрінде тұратын бір тәж сияқты дүние. Адам өмір бойы соны іздейді. Сол туған жерге деген бағаны, құрметті, әркімнің өзінің ішіндегі мәдениет өресі деңгейі айқындайтын сияқты көресіз маған. Жалпы туған жер туралы әңгіме болған кезде мен есіме ата-бабаларым оралады. Анау әрі қарай кетеді. Біз мына ықылас пен шүкірдің күйлерін тыңдап өстік жасымыздан. Сол ықыластың күйіне әкеміз бен шешеміздің егіліп, пора-пора болып, көзден жасы ағып отырып, тыңдағандары талай куә болдық. Күйтабақтан тыңдағанына. Бұл не нәрсе деп енді бір ғана бір әуендерден, әуездерден соншалықты бір адам жанына әсер ететін енді бала болсақта сезінетін тұғымыз. Бірақ кейін есейе келе мен сол нәрселерді зерттедім. Және сол сияқты жаңағы осы ықылас пен шүкірдің күйлері неге соншалықты зарлы, мұңды, анау терең шыңырау деген нәрселерге де жауап іздегім келді. Соның бәрі айналып келген кезде сол туған жер дейтін нәрсеге қайта-қайта ат басын бұрғыза береді екен. Олай болатын себебі біз өзі тағдырлы халықпыз. Жалпы қазақ халқының өзі тағдырлы халық қой. Басынан өтпеген, небір сүргіндер өткен, небір дәуірлер, кезеңдер өтті. Бірде туы жығылды, бірде туы желбіреді. Сол аралықтың бәрінде қазақтың қайғы үні мен салтанаты қатар жаңа өріліп жатты деп айтуға болады. Дәуірлер өзінің белгісін қалдырды. Мен де жастайымнан мұңды болдым. Неге бұл мұң аяқтан келді деп кейін өзім зерттей бастаған кезде, іздей бастаған кезде тағы да осы сөздің басында айтып келіп отырған нәрсеге қарай ойша беретін болды. Мен әкем Райымбек 1914 жылы Қарағанды облысы Жанарқа ауданында Ақтау дейтін жерде өмірге келген. Содан 32 жылы қолдан жасаған қырғын сүргінде бері ауды Қаратаудың бауырына қарай, қазіргі мен туған жер. Негізі адам туған жері әкесінің туған жерімен безбенделіп, сонымен өлшену керек сияқты болады. Осы тұрдан келген кезде мен әкем сол Қарағанды облысы Жанарқаның тумасы. Тек қана мен әкем емес, әкемнің әкелері, мен қаншама аталарым сол жақта жатыр. Енді мен жар дүние есігін осы Қаратаудың бауырында, былайша айтқанда кең тұрғыдан кеп көз айтқанда Қаратаудың бауыры деп аталады. Бірақ сол Жамбыл облысы Сарысу ауданындағы бір Аманқоныс дейтін жер бар еді. Апам оянады еді бұл. Сол жерде сол жайлауда мен дүниеге келгем негізі. Сол нәрселер адам көңілінде бір адасқақ сияқты, кісігек сияқты, бір дамыл таптырмайтын, шерлап қайта-қайта сол манайға өз көлінде сүйірлей беретін дүниелер болады. Сол дүние осы туған жер дейтін қасиетті ұғынбай келген кезде менде сол жиі бой көрсетеді. Сол мен аталарымның сүйегі қазір сол Жанарқадағы Ақтаудың маңайына жатса, оны әрідегі аталарымыз, мынау Жайықтың маңайы, Жайықтың бойы, одан әрі Европа жақ, одан түп негізі күлі түркінің көтерген Алтай ғой. Алтайға барып тіреледі. Оның әр жағындағы нәрселерге енді әлі менің кішкентай жұмыр басым әлі жете қойған жоқ, қайыққа баратына. Сол осы нәрселердің бәрі сол көкейдегі туған жер дейтін нәрсеге әкеп тірей береді. Туған жер дейтін нәрсе. Осының бәрі жиынтық. Соның бәрі айналып келген кезде сол бір ғана мен туған бір Игілік дейтін ауылмен бұл шектелмейді. Бұл күллі кәдімгі осы ұлы дала. Ұлы даландағы біздің бабаларымыздың тұлпарларын тұяқ тиген жерлердің бәрі сол біздің кәдім көңіліміздің меншігіндегі, төріндегі бағана алтын тәж деп жатырмыз ғой. Сондай дүние сияқты болып маған елес береді. Сол кішкентай ғана Игілік дейтін ауылдан мен өзімді іздеп шыққан кезімде менің көңілім төрінде
мынандай нәрсе тұрды. Біреулер үшін күлкілі болуы мүмкін. Мен сол игілік дейтін кішкентай ғана елеуіз ауылда әлемдік картаға кіргіземін дейтін асқақ арман болды менде. Ол енді қаншалықты шындыққа жақындайды, орындалмай алатын арман ба, мен әлі білмеймін, бірақ мен сол уақытта, сол ізденісте, сол сапарда мен жүріп бара жатырмын деп ойлаймын. Мектеп бітіргеннен кейін 17 жасымда мен ауылдан кеттім. Жамбылда, қазіргі Тараз қаласында педагогикалық институт болды. Мен сол жаққа шақырды. Арнайы мұғалімдерге ауыл-ауылды аралап, мен сурет салатын едім. Сол мен салған суреттерімді қарап отырып, сол жаққа оқуға шақырды. Мен барып бірден оқуға түсіп кеттім, жақсы бағалармен, бәрімен. Бірақ көңілім түкпірінде бір сол тек қана бейнелеу өнермен ғана емес, мен бір поэзия дейтін, сөз өнер дейтін бір қасиетті нәрседе мен жаныма маза бермеді десе болады. Сол біз мектепте ауылда жүргеннен бастап оқыдық, батыс шығыс әдебиеті, мәдениетін, философиясын мектеп қабырғасында оқыдық. Сол кезде іздендік. Ауылдың қара домалақ балалары, бірге ойнап жүрген, бірге асық ойнап жүрген балалар, жасы ілгері кейінді ауылдың маңайында бір ойнап жүрген балалар бәріміз сол бір кітап қолымызға түссе, соны түте түсе шыққанша оқитын тұрамыз. Сол кітаптар бізді армандарға жетеледі деп ойлаймыз. Өз-өзімізге тануымызға мұрындық болды, мүмкіндік берді деп ойлаймыз. Содан сол пединститутта оқыдым, көркем сурет графика факультетінде, бейнелеу мамандығы бойынша. Бірақ енді бір мінезге байланысты біздің бір тәртіп дейтін ұғым айналасына мен бір жүз тұрсым аса сия қоймады. Сол бірінші курстан оқудан шығып кеттім. Содан екінші курсқа қайттан қабылданып, одан тағы оқудан шығып кеттім. Үшінші курстан кейін тағы шығып кеттім. Одан сол Алматыға келдім. Алматыға келіп, мынау ақындардың ортасына жүрдік, орта көрдік, ағаларымызды көрдік, мысалы үшін. Сол бәрібір қайда жүрсек те, қай сапарда жүрсек те, атамыз бен әкеміздің сүйегі жатқан мекен, сол біздің бәрібір көкейімізде, көңілімізде ұмытылмай тұрды. Мысалы үшін, сол сыртта жүреміз, шетте жүреміз, сонда сағынған кезде мен ауылдың әр шетінен бастап, бер шетіне шейін, әр үйді қалай орналасқан шейін мен көз алдымда. Осы күнге шейін көз алдымда мен сол кезде сурет болып қалып қалған. Қай үйдің жаңағы әтеші қалай шақырады, қай жерде қай қаданның басында қонып отырып шақырады, немесе қай қаданның басында шелек төңкеріліп тұр, қай үйдің шөбі қалай жиналған, жаңағы қандай оны есіктің алдында гүл өседі. Мен әр үй осы сәтке шейін көз алдымда. Соны кейде бір тағдырдың не бір ауыртпалық кезеңдер өтті, бастан қиын уақыттар кезеңдер өтті. Сондай кездерде мен сол көзімді жұмылып жатып соларды елестетем. Сөйтіп жаңағы сол ұйықтап кететін едім мен. Сол сияқты жаңағы сол балалық шағымды елестетем. Балалық шағым өткен жерлер, табаным тиген жерлер, ауылдағы барлық жерлер. Қай жерде жалаңаяқ ойнап жүріп, тас қорып, бақайымды қанатып алдым, тырнағымды мысалы үшін. Қай жерде жығылдым, тұрдым, сол жерлердің бәрі менің үнемі көз алдымда тұрады. Игілік деген мен туған жерім. Игілікті мен ауруханада жатып жаздым. Алматыда Қалқаман дейтін аурухана бар. Сол ауруханада жаттым. Сол ауруханада жатқан кезде жаңағы сол жылдам жазылды. Ол жылдам жазылатын себебі баяғыда бір кісі айтқан екен, романдайын тек қана жазып шығу керек деп. Сол сияқты бұлардың бәрі сан жылдар бойы мен көкейімде тоқылған, оқылған дүниелер тұрған. Соны қағазға түсетін сәт сол кезде мүмкіндік болды. Ауруханада жатқан кезде жылдам жазып шықтым. Жалпы мен өлеңді жазғанда жылдам жазам. Бірақ оны пісіп жетілуі, түйсікте, жүректе өзінің уақытын күтуі ұзақтау болуы мүмкін. Бірақ жазылу жылдам жазады. Жазылу жылдам жазады. Сосын мен көп жағдайда өлеңді түзетпеймін. Бірден қалады көп жағдайда. Солай жазылған өлең. Бұл өлеңде менің тұтас тағдырым, менің ғамын ғана емес, сол мен ауылдастарымның тағдыры, мен өмір сүрген кезеңдер, уақыттар, соның бәрі сол өзі кәдімгі өлеңнің сұранысына байланысты. Кәдімгі соған шумақтарған өзінің орнын тапты деп ойлаймын. Сезіммен өзінің жаңағы кәдімгі адам айтып жеткізе алмайтын дүние ғой өлең дейтін нәрсе. Оны былай қылам, былай жазамын деп айта алмайсың.
адам жалпы туған жерін үнемі ойлап жүреді ғой. Ал енді бір алмағайып, бір кезеңдер болған кезде, бір мынау депрессиялық мынау шығармашылық адамдарда жиі болатын дүние ғой. Сондай кездерде бәрінен түнде баз кешкен кезде сол жаңағы салып ұрып туған жерге кетіп қалғың келеді. Кете алмай қалған күн өзінде де жаңағы қиялмен барасың, оймен екшейсің, бәрін саралайсың, безбендейсің, өткен күндерінде, болашағында. Ол сені кәдімгі алақанына салып ұшырып жіберді ғой көкке қарай. Сен бір балапан құс едің, енді кейін қонасың ғой, қонған кезде сен қандай сипатта қонасың. Сол туған жердің бізге артқан үміттен сенімін біз кішкентай бір тамшысын ақтай алдық па? Міне мәселе сонда да. Біз ешқашан да кәдімгі туған жердің алдындағы парызымызды өтей алмайтын сияқты болып тұрамыз. Ол да ананың ақ сүті сияқты нәрсе ғой. Ананың ақ сүті сияқты нәрсе. Оны ақтау менше мүмкін емес. Туған жерге қолымыздан келгенше қаншама бір жақсылықтар жасап жатырмыз, рухани тұрғыдан болсын, басқа тұрғыдан болсын, бірақ оның ешқайсысы да ол ананың ақ сүті сияқты қасиетті нәрсе. Біз оны ақтай алмаймыз. Біз туған елге, туған жерге қызмет жасау үшін жаралғанбыз о бастан. Соны сағыну үшін жаралғанбыз. Баяғы төлегендер айтатын, сағынбай барсаң тауларда сенің алдынан шықпас асқақтап, ойлауың мүмкін дүниеме кеткен екен деп тас қаптап дейтін. Сол тек қана сағына алатын адам ғана, Құдай сағынышты жүрегіне нәсіп еткен адамдар ғана көре алатын қасиет бар туған жерде. Ол Жұмекен өлеңі бар еді баяғыда, о туған жер сенде тауда, көлде жоқ, ойымда жоқ, сені сөзбен өндемек, дәл өзіне қарапайым боламын, дәл өзіне маған сірә сол керек дейді. Сол сияқты менің туған жерімде көз тоқтатып қарайтын біреулер үшін ештеңе болмауы мүмкін. Ал мен үшін оның әр бұтасы, әр тасы ешқандай әлемнің қазынасымен өлшенбейді. Мысалы үшін сол жердің топырағын жеп өстік. Бала кезімізде топырағын басымызға құйып ойнап өстік. Шаның ортасында отырып көгалына аунадық, көгін жедік, суын іштік, шомылдық. Мысалы үшін одан артық мысалы үшін мен үшін жер жоқ сияқты көрінеді. Ару сүйдім, ерінімді күйдіріп, шарап іштім шараяққа құйдырып, соның бәрін жүрегіме сыйдырып, мен өзіңнен алып кеткем игілік. Табанымды топырағын күйдіріп, 62 тамырымды идіріп, сол баяғы алқам салқам қалпымда мен келдім ғой, айналайын игілік. Анам қайда, аузында тобасы, әкем қайда, жатыр әне моласы, қоңыр мұңға қоңыр қобыз қосқандай жанарымның жәудіреген қарасы. Ей, жанарымның жәудіреген қарасы, анау бір жан жылап тұрма, қарашы, жесір жеңгем күліп шықса алдымнан жетім ұлдың жетілген ғой санасы. Қалды сенде жастық деген жананым, жананымнан неге жырттым парағын, Алатаудай асқа кедім мен бүгін сені көріп аласарып барамын. Жортсақта сонау күннің түбіне, күніреніне сұм фәниден түніле, бейбарыстай жусаныңа антығып саған жетіп жығыларымыз түбінде, жығыларымыз тағдыр заңы қолдағы, тағдыр деген жезөкшедей жолдағы, пәк қалпында алып кеткен жанымда ақ қалпында қайтып берсем болғаны.